Армысыздар, ардақты тыңдармандарым. Арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі әңгімеге кіріспес бұрын арнаға тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз бізге шабыт, жаңа әңгімелерді жол ашар үлкен күш. Әңгіме соңында алған әсерлеріңізбен бөлісіп, ой пікірлеріңізді жазыңыздар. Сіздердің әр сөзіңіз, әр пікіріңіз біз үшін алтыннан да қымбат. Әр пікірге жеке-жеке назар аударып, жауап беруге дайынбыз. Сонымен бірге сіздерден келген ұсыныс тілектерді орындау үшін біз бар күшімізді саламыз. Жезқазғанда тұрамын. 1995 жылы туғанмын. Жасым 27-де, тұрмысқа 2020 жылдың желтоқсанында шықтым. Күйеуім отасқаннан кейін 8 айдан соң жүрек талмасынан қайтты. Жолдасымды ұнаттым. Қыз жігіт болып 3,5 жыл жүрдік. Күйеуім Саламат Азамат есімді 2 ағайынды жігіт болған. Қайнағамды келін болып түскелі көрмедім. Себебі Азамат Англияда білім тауысып жақында келді. Інісін шығарып салуға да оқу деп келе алмаған тын. Сол күйеуім былтырғы жылы маусымда қайтты. Аяғым ауыр болып қалдым. Қайнағам елге қыркүйек айында келді. Қазір бөпем бар, ата-енем қайнағама әмеңгерлік жолмен қосыл дегенді айтып жүр. Қайнағам ылғи бұл тақырыптан қашады. Мен қайнағама ғашық болып қалған сияқтымын. Қайнағамды көрсем белгісіз себептер қобалжып кетемін. Жаныма жақын келсе біртүрлі тәтті сезім бойымды балқытқандай болады. Телефонмен біреумен тілдессе, кіммен сөйлеседі деп алаңдайтын болыппын. Бойымда қызғаныш бар сияқты, бірақ сонау ел көріп келген адам қазақтың ата салтына миығынан күліп қарайтын тәрізді. Мені тіпті көзіне дермейді. Үйде отырып қалған балалы әйелді қайтсын. Тек қана інісінен өрбіген бауыры үшін ғана бұл қадамға бармаса. Мені жиі бір сұрақ мазалайды. Ол өз келініне өзіне жар ете ме? Жоқ, өз сүйген қызы бар ма? Сүйме қосылғанмен ертең даладан қызы дейтін анық қой. Біреулердің айтуынша Англияда қызы бар екен, дейді. Ал бір күні кеште үй іші ерекше тыныш болды. Қызым ұйықтап қалған, ал менің көңілім алабұртып, ойым сансаққа кетіп жүрді. Қайнағам Азамат кешкі шайға да отырмай бөлмесіне кіріп кеткен еді. Оның қашаңдағыдай өзін суық ұстауы мені қинайтын. Бірақ бүгінгі қылығы ерекше. Шай үстінде ата-енем тағы да әмеңгерлік жайы сөз қозғаған еді. Азамат үнсіз тыңдап отырды да, кенет реніштен: бұл тақырыпты қайталамасаңыздар екен. Әркімнің өз өмірі бар, деп орнынан тұрып кетті. Оның бұл жауабы мені әрі таңғалдырды, әрі ауыртты. Қалай болғанда да оның көзқарасы анық еді. Ол бұл идеяны қабылдағысы келмейді. Кешке қарай терезенің жанында ойланып отырдым. Қызымның тәтті ұйқысын тыңдап отырып, өзіме сұрақ қойдым. Мен нені қалаймын? Неліктен жүрегім Азаматты ойлайды? Мүмкін жалғыздық пен жылулықты сағынып жүрген шығармын. Әлде шынымен ғашықпын ба? Аяқ астынан есік ашылды. Азамат екенін бірден сездім. Ол менің жанымнан өтіп бара жатып, сізді мазалап тұрған нәрсе бар сияқты, көмектесе аламын ба деді. Бір сәт үндемей қалдым. Оның көзіне тіке қарай алмай, тек басымды изедім. Ол орындыққа жайғасты. Бірнеше секундтық үнсіздіктен кейін батылдық жинап ішімдегіні ақтарып салдым. Азамат, мен де бұл тақырыптан шаршадым. Бірақ мен үшін емес, қызым үшін алаңдаймын. Оның болашағы тірегі болу үшін сенімді бір адам керек. Келін, мен інімді қатты сыйлаймын. Ол мен үшін идеал еді. Бірақ оның орнын баса алмаймын. Мен өзімді әлі дайын сезінбеймін деді. Оның үні мейірімге толы болса да сөздерінің әр жағында шешілмеген түйін бар еді. Мен оның көзінен бір түрлі белгісіз сезімді аңғардым. Бәлкім қайғы, бәлкім өз-өзімен күрес. Азамат, мен сізден көп нәрсе күтпеймін. Мен тек адалдық пен шындықты қалаймын, дедім де орнынан тұрдым. Сол түні біз бір-бірімізді жақынырақ түсінуге тырысқандай болдық. Бірақ алда әлі талай сынақ бар екенін сездім.
Өз бақытымды табу үшін қайнағамның шешімін күтуім керек пе? Әлде өз жолымды іздей бастаймын ба? Бұл сұрақтарға әлі де жауап жоқ еді. Күндер өтіп жатты. Біз бір үйде тұра бастадық. Азамат алғашында үйде көп болуға тырыспайтын. Өз бөлмесіне жиі кіріп, сыртта жұмыс істеумен уақыт өткізетін. Бірақ бірте-бірте жағдай өзгерді. Мен үй шаруасымен айналысып, қызымды тәрбиелеуге бар уақытымды жұмсайтынмын. Бірде кешкі ас үстінде ата-енем екеуміз қызымның жаңа қылығын сөз етіп, күліп отырдық. Азамат бөлмесінен шығып үнсіз бізге қосылды. Оның жымиғанын байқадым. Бұл оның алғашқы жылы шырайы еді. Бір күні қызым ауырып қалды. Қызуы көтеріліп, мазасызданып жылаған кезінде мен қатты уайымға салындым. Азамат бұл жағдайды байқап, бірден дәріханаға барып дәрі әкеліп берді. Қызымның маңдайынан суық шүберек қойып, тыныштандыруға көмектесті. Сол сәтте оның маған деген көзқарасының өзгеріп келе жатқанын сездім. Рахмет, Азамат. Осындай сәттерде жалғыз өзім қиындықты еңсеремін деп ойлайтынмын, дедім оған. Сіз жалғыз емессіз. Бұл үйде бәріміз бір-бірімізге көмектесуіміз керек, деді ол жай ғана. Осы оқиғадан кейін біздің қарым-қатынасымыз өзгере бастады. Азамат бұрынғыдай алыстап жүрмей, маған көбірек көмектесуге тырысты. Ол қызымды ойнатып, бірге серуендеге шығатын. Кейде кешкі ас дайындауға да қолғабыс ететін. Оның бұл әрекеттері менің жүрегімді жұмсартып, оған деген құрметімді арттыра түсті. Бірге өткізген күндер ұзара түсті. Үйдің ішіндегі тіршілік бір қалыпты көрінгенмен, менің жан дүниемде сезімдерім күн өткен сайын өрши бастады. Азаматтың сабырлы мінезі, қамқорлығы, қызыммен ойнағандығы, мейірімді күлкісі және мені өзіне тартып, жүрегіме жақын бола түсті. Оның жанымда жүруі мені қуанышқа бөлесе де, өз сезімдерімді басуға тырысумен болдым. Бірақ оның көзқарасы да өзгере бастағанын байқадым. Азамат енді менің жанымда жиі болатын. Күнделікті өмірде ұсақ түйекке дейін көмектесуге тырысатын. Бірде қызым ойнатып отырып, ол маған біртүрлі жылы көзқараспен қарағанын сездім. Сол сәтте жүрегімнің дүрсілі шиелеп кетті. Сіз өте мейірімді анасыз. Мен інімнің өмірден ерте кеткені өкінішті. Бірақ ол сіз сияқты адаммен өмір сүріп үлгергені үлкен бақыт, деді ол күтпеген жерден. Бұл сөздер маған ерекше әсер етті. Оның да жүрегінде маған деген өзгеше бір жылу пайда болғанын ұқтым. Ол маған бұрынғыдай тек келін ретінде қарамай, жан дүниемді түсініп, жақын болуға тырысып жүргендей көрінді. Бір күні үйдегілер алыс ағайындарының тойына баруға дайындалып жатты. Қызымды да бірге алып, тойға кететіндерін айтып кетті. Үйде екеуміз ғана қалдық, мен және Азамат. Басында бұл ой маған ерекше ештеңе білдірмегенде көрінді. Бірақ күндер өткен сайын өзімнің жүрегімде пайда болған сезімдер мені мазалап, ойымды ұдайы айналдырып отырды. Қызымның жоқтығының пайдаланып, үйде тыныштық орнады. Азамат ештеңе айтпаса да, оның маған деген назарында біртүрлі өзгеріс байқалды. Екеуміз бір-бірімізбен әңгімелесіп, бірге уақыт өткізуге мүмкіндік таптық. Бір сәтте мен оның маған бұрынғыдай жай келіні ретінде қарамай, басқа көзбен қарайтынын сездім. Оның сөзі мен ісінде бұрын байқалмаған бір нәзіктік болды. Кешкі ас үстінде Азамат мені біртүрлі қызығушылықпен бақылап отырды. Көздері маған қадалып, менің әр қозғалысымды байқап жатқандай көрінді. Бұл маған ерекше әсер етті. Мен оны жай ғана үйдің үлкен ретінде қабылдағанмын. Сол сәтте жүрегімде не болып жатқанын түсінуге тырыстым. Сіз тамақ жасап, үйді ұстағанда бәрі керемет болып шығады. Мен ешқашан осылай жасай алмаймын, деді ол менің дайындалған асымды санап. Мен күлдім. Бірақ оның сөзімен мені әр түрлі ойларға жетеледі. Азаматтың қазір маған қараған көзқарасындағы өзгешелік мені қобалжытып, сезімдерімді одан сайын өршіте түсті.
Кешкі астан кейін бірге теледидар қарап, бір-бірімізбен әңгімелескен кезде, оның жаныма жақын отыруы, мені толқытып жүрегімдегі сезімдерімнің қай бағытта дамып келе жатқанын ұғынуға мәжбүр етті. Үйде тек екеуміз ғана болғанда, арадағы үнсіздікте әрбір қимыл мен сөздің ерекше мағынасы бардай болды. Азаматтың әр әрекеті менің жүрегіме тыныштық сыйлағанымен, бірге болудың басқа да күрделі сезімдері оянып келе жатқанын сездім. Бұл сәт өте нәзік және шиеленісті кезең болды. Үйде екеуміз ғана қалып тыныштық орнаған кезде, мен өзімді бақылауға алу мүмкіндігінен айырылдым. Қайнағамның жанында болу, оның мейірімділігі мен қамқорлығы менің жүрегімде терең сезімдерді оятты. Менің ішімде көптен бері бұғып қалған эмоциялар үзіліп шығып, өзімді тоқтата алмадым. Кенет, мен оған жақындап, иығына басымды қойып алдым. Оның тыныш және сабырлы болмысы мені өзіне тартып, мен жай ғана өз сезімдеріме берілдім. Қайнағам үндемей тек тыныс алып отырды. Бірақ мен оның көздерінен біртүрлі өзгеріс көрдім. Ол мені байқап, жанарындағы жұмсақтықты сезіндім. Жүрегімнің дүрсілі жүрегіме басып, сол сәтте сезімдерімнің шынайылығы мен күшін терең сезіндім. Сол сәтте ішкі қысым мен сезімдерімді ұстай алмай, мен оны жаймен сүйіп алдым. Бұл іс-әрекет мен үшін күтпеген және қатты әсерлі болды. Азамат тұрып біраз уақыт үнсіз қалды. Бірақ оның көздерінде қандайда бір жылу мен түсіністік бар еді. Мен өзімнің бұл қадамымды жасай отырып, жаңа бір әлемге қадам басқанымды сездім. Сол сәтте уақыт бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Екеуміздің арамызда тығыз байланысқан орнағандай сезіндім. Бірақ бұл қадамның нәтижелері мен болашағы қандай боларын түсіне алмадым. Тек қана сол сәттің аясында екеуміздің арамыздағы сезімдердің оянғанын сезіндім. Ол да мені құшақтап сүйді. Мен сол түнді Азаматпен бірге өткіздім. Үйде тек екеуміз ғана қалдық, және бәрі өзгерді. Оның көздеріндегі жұмсақтық менің жүрегімде қобалжуды тығызды. Біз бір-біріміздің жанымда болудың ерекше мәнін сезіндік. Әрбір қимыл, әрбір үнсіздік терең сезімдеріміздің бір тұтас күйге айналуына себеп болды. Сол сәтте мен өзімді оған жақын сезіндім. Оның маған деген көзқарасы өзгере бастағандай көрінді. Бұл түн менің өмірімдегі жаңа бір кезеңнің бастамасы болды. Жаңа бір кезең басталған сияқты еді, бірақ көп ұзамай оның шетелдегі қызы үйге оралды. Барлық сезімдер мен күткен үміттер кенеттен сарқылап, орнына бір сәтті қана болашақ қалып қойды. Ол өзінің жүрегін тыңдап, сол қызды таңдады. Біз арасындағы байланыс аяқталды, және мен оның үйленгенін естігенде жүрегімде ауырлық пайда болды. Қайнағамды ұмыта алмаймын, оның қасында болу, сол түннің әсерлі әлі де жанымда. Бірақ ол менің өмірімде жоқ. Өз жолын таңдап кетті. Бұл сезімдер мені алға жылжуға кедергі келтіреді. Не істерімді білмей, ішімде өзіме деген сенімсіздік пайда болды. Оның маған деген сезімдері мен үшін енді шындығы емес екенін түсініп, мен өзімнің жолымды табуға тырыстым. Қайнағамды ұмыту оңай емес, не істесем екен? Әсіресе екеуміз өткен түнді ойласам, осындай жағдай кімнің басынан өтті? Әңгіменің соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін алғысымыз шексіз. Әңгіме ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, жақындарыңызбен бөлісе кетіңіздер.